көп қана додалауларға себеп болып жатырған темалар, яғни бұл кибер жинаятчылыққа қарсы күресу. 2270 мұражат келіп түскен, 23 миллиардтан зият бұқараларымызға зиян келіп жатырды. Скриншот етіп тастайды, балама не затлар келіп жатыр деп. Өзі ол APK файлдың ішінде не зат бар? Рас ссылкалар бар, ішінде фейк ссылкалар бар. Ешкімге айтмай, үйінен асырап қойған $2,500 бар екен. Ноғай беріп жатырсыз, қанетсе мына WhatsApp-тан келді, маған мирас қалдырыпты, ол айтуы бойынша вилла қалдырған оған. Атаның алданғаны, алдыңғы халықтардың алданғанында бұл өз-өзінен болып жатқан жоқ. Қоңыраулар келеді, звоноклар 78 кодыменен. Хаттаки өзіңіздің нөміріңізден hem өзіңізге шығалады ол. Жалпақ тілде айтқанда, ешкімнің кредитін құрдан-құрға төлеп бермейді. Үйде отырып құрдан-құр ақша таумайды, кино көріп, олма тек харекетпен ақша тауса болатынын түсініп жететін шығар. Баршаға ассалаумағалейкум, бұл орта подкаст. Бүгін бізде таза және бір сан. Бүгінгі санымыз алдыңғы санларымызға қарағанда өзгеше болады. Әлбетте. Баршаға ассалаумағалейкум, достар. Бүгін сіз көбірек мағлұматларға ие боласыз. Білеміз, сол бүгінгі күнде Instagram, Telegram, улма социал тармақларда көп қана додалауларға себеп болып жатырған темалар, яғни бұл кибер жинаятчылыққа қарсы күресу. Біздің меймандарымыз Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі информациялық технологиялар тарауындағы жинаятчылыққа қарсы күресу басқармасы кибер қауіпсіздік бөлімі аға қанегесі Қыдырбаев Жалғасбай. Ассалаумағалейкум, Хамде. Қожаев Атабек, Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі информация технологиялары тарауындағы жинаятларға қарсы күресу басқармасы инспекторы. Ассалаумағалейкум. Баршаға және ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, рахмет. Алдын ала сіздерге мұрат еткеніңіз үшін. Қағатында да әзір ең бір актуал темалардың бірі болып тұрған бұл кибер жинаят дейміз, яғни интернет информация технологиялары жәрдемде әмелге асырып отырған жинаятлар әдден артып кеткен қазіргі уақытта. Бір ғана статистика келтіріп өтетін болсақ, бір ғана Қарақалпақстан Республикасы көлемінде жыл басынан осы күнге шейін, яғни 8 ай 20 күн күндік статистиканы айтатын болсақ, 2270 мұражат келіп түскен. Бұның нәтижесінде бұқараларымызға 23 миллиардтан зият зиян келтіріліп жатыр. 2025 жылдың өзінде. Еле бұл жыл таусылған жоқ. Еле жыл таусылған жоқ. 8 ай 20 күн давамында. 8 айлық статистика бұл. Оның нәтижесінде қазір жоғарыда айтып өткендей 23 миллиардтан зият бұқараларымызға зиян келіп жатырды. Бұнан тысқары осы қалалар бойынша 1550 жинаят ісі қозғатылған. Меніңше бұл статистикалардың көпшілігі үлкен жаслы ағаларды, апаларды құраса керек, себебі қазіргі жастарымыз көбісі білімлі, һәм бұл интернет тармақларында бұлар хақында информацияға ие. Жастар қандай болып жатыр? Жас шекарасына келетін болсақ, жас шекарасы тек арынан орта һәм жоғары жаста болды, жәбірленушілер. Ал құқық бұзар, яғни жинаятшылар дейтін болсақ, жинаятшылар тек арынан сол жаслар. Яғни 18 жас, 25 максимум алатын болсақ, 30 жасқа дейінгі аралықта болып тұрыпты қазір жинаятшылардың жас шекарасы. Жинаятшылардың жас шекарасы бұл да? Түсінікті. Енді білеміз, қазіргі уақытта Telegram социалдық тармағында ең актуал бір алдаушылық түрі бар, APK файлдар. Сол шақны саған келген шығар, маған келді, менің анама да келді ол, скриншот етіп тастайды, балама не затлар келіп жатыр деп. Ең бір актуал бір не десек болады, темалардың бірі. Өзі ол APK файлдың ішінде не зат бар? Біріншілерден өзі біздерге келген болса керек, ең хит болып басылмастан алдын біздерге келді. Папама келді, қолайсыз жағдайға қалдырды, расында да хамеге кетіп қалған контактындағы. Сол танысымыз, контактымыздегі бар адамнан келеді бұл затлар бізге. Сағатында да мұражатлардың тек арғы бөлімі бұл APK кеңейтпелі файлардан болды, яғни вируслы файлар. Енді бұл не зат деген сұрау пайда болады. APK бұл Android операцион системасында істеуші құрылмалар үшін, яғни телефонларымыз үшін орнатылатын файл түрі болып есептелінеді. API қылып түсіндіретін болсам, APK бұл орнатылатын файл дедік. Ал JPEG дейтін болсақ, бұл сурет. MP4 бұл видео, MP3 болатын болса, бұл музыка болады. Бұл сондай телефонға орнатылатын, артында кодты орлап беруші файл кеңейтпесі болып есептелінеді. Енді бұл тек арнан бұл біздер іздетіліп көргенімізде APK вирусларда тек арнан екі түрлі функцияны атқарады екен. Бұл біріншісі SMS-ке доступ дейміз, яғни SMS-ті басқару құқығын алады. Кейінгісі болса бұл контактілерге автоматик түрде
тарқату екі түрлі функцияны атқарады. Яғни бұл тек арғы екі функция бұл пулды ұрлап алу үшін әмде кейінгі адамларға өткеріп алу үшін жүзі жақсы бір код қылып жазылған бұл жерде. Енді АПК вируслар әзіргі уақытта сондай нелер пайда болып жатыр. Ең ақырғы үш сөзі, үш харібі, яғни АПК болып бітсе ғана ол вирус. Я болмаса біреулерде пайда бола келеді, jpeg.apk болады, я болмаса exe.apk, я болмаса mp4.apk көрінісінде болады, бұлардан вирус болып есептелінеді. Бірақ олар ойлайды бұл mp4 деген бұл видео емес пе, я болмаса қосық емес пе деген түсініктер пайда болады. Яқ, бұл ең ақырғы расширение, яғни кеңейтпесіне қарау керек, бұқараланып бар болу керек. Мәселен, АПК келді, аштық, оны және де басқаларға зиян келмеу үшін қалай оны блокласақ болады? Енді айтып өтетін болсақ, басып алды дейік. Кімдір басып алды? Басып алған жағдайда бірінші қылатығын ісі бірінші болып интернетті өшіру керек. Интернетті өшіргеннен кейін екінші тәреп, яғни алдаушылар тәрепке бұл құрылманы басқару имканиятын айырады. Яғни сигнал, ортадағы сигнал жоғалады да. Кейбір жинаятшы білән шу вирусты басқан адамның, фуқараның ортасындағы соединение, байланысты үзіп тастайды. Ол интернет арқылы басқарады да. Интернетті өшірсек, уже автоматически сигнал оңа бармайды, и оның бәрі еткен қарекетлері бұл бесполезный болады, яғни файда келтірмейді оған ешқандай. И егер де интернетті өшірмей тұрып давам етіретін болса, кейбір жинаятшы біз қандай телефоннан пайдалансақ, оған құды үшінде пайдалана алады. Камерасына кіреді, микрофонына кіреді, яғни біздер қойып қойсақ телефонды ешітіп отыршам мүмкін. Мысалы, біздерін жетіп отырып полный. Бізде бірімлеп удалить шыққанмен оны білмейміз. Ол телеграмнан APK файл келіп, үстіне бастыңыз, екіден рұқсат сұрайды, жалғас айтқандай, екіден рұқсат сұрайды. Біріншісіне телефонның админ құқын алу, яғни полностью админ құқ қандай басқарыш, толықлай басқарыш алады. Ондан кейін SMS-ға кіру шығушы SMS-ға рұқсат алады. Екі рұқсатты тақдим еткенімізден кейін шу вирус файлға автоматик тәрізді кейбір жинаятшыға сигнал барады. Уже бұл басты мархамат, уже açып береміз да, қалқанымызды өздеріміз қылмай тұрған açып береміз. Ондан кейін кейбір жинаятшы сіздің білеміз банк иловаларымыз бар, өздерімізді. Клик, PayMe бар, төлеу системасының иловалары. Приложенияға кіріп код қоямыз ғой башында 4 цифрны, ана шу код цифрды забыли пароль етіп, яғни пароль ұмыттыңыз түгмәсін басып, алдында жоғарыда айтып өткенде кіру шығушы есімізге рұқсат бар, сброс береді, кіреді, әлбәтте бізде қандай пайдалансақ, шөне пайдаланып отырады. И вақаланки пул ешілді деп SMS барады фуқараға. Жіберілгеннен кейін неше минут аралығында сол нәрсені істесе зиян келмейді? Бастыңыз ма сразу бірінші очередьте, мысалы басып қойсаңыз интернетті өшіресіз. Полетте ақ қойың бол. Кейіннен қосса не болады мысалы? Кейіннен қосса ена сигнал соңа барады. Қашан ол вирусты біздер туры өшірмегенше тұра береді. Сондай қалатлар бар. 2-3 ай алдын басып алған, пластикке пул түспеген. 3 айдан кейін жұмысқа кіріп жатырды, бірінші айлық түсіп жатырды, тартып кетіп жатырды. Көпшілік ойлайды, мен телеграмнан өшіріп тастасам болды, мен құтылдым о вирустан деп ойлайды. Вақаланки ол вирус телефонда қалады. Настройки, параметрлар бар, настройкиға кіреміз, сазламалар, приложение, иловаларға кіріп, шөрде дәстүрлер тұрады, орнатылған дәстүр. Әне шөрде қачанки ұшпу телефоннан өшіріледі шу файл, шында қапсыз болады. APK файлар хақында толық түсінік алдық. Бұндан басқа да бізде актуал вируслардың бірі бар. Яғни сілтемелер келеді, ссылкалар. Бұл мен көремен, мысалы ссылкалар, бұл рас ссылкалар бар, ішінде фейк ссылкалар бар. Солар хақында айтып берсеңіз. Хақиқатында да сілтемелер арқылы да болып жатырды. Яғни сілтемелердің үстінде заголовка дейміз, оның үстінде текстінде басқаша мазмұнда тұр. Яғни API бір көп тарқалған солардың бірі. Telegram 3 айға Telegram премиумды бейпулға алың дейді. Астына сілтеме тұрады. Сілтемеге кіріп жатырды да, ол жерде жеке мағлұматтарын қалдырып жатырды, номерін қалдырып жатырды, сізге код кетті дейді, кодты кіртің дейді. Код кірту нәтижесінде я Telegram аккаунтын алдырып қойып жатырды, я болмаса жаңағыдай банк пластик картасымен байланысты ненің жәбірленушісі болып қалып жатырды. Яғни бұл жерде IT білімдер жетіспеушілігі болып тұрды. Яғни сілтеменің өзіне кіруден алдын адам домен деген түсіну керек. Домен не зат? Домен біздің ең ақырында мәселен жалпақ тілде түсіретін болсақ, уз дейді мәселен. Kun уз. Бұл Өзбекстан ішіндегі, Өзбекстан тізімі өтілген әмелет етуін домен.
Қазақстан сондай ақ домендердің ішінде субдомен дегендер бар. Я болмаса сайтлардың ішінде уақытыншалық сайтлар кішігірім бөлімдерін жаратып алады. Яғни айрым сілтемелерге кіріп көрсек, ешқандай ізінде узам жоқ, комам жоқ, руам жоқ, x y z топта өседі. Бұл сайттың ішіндегі уақытыншалық бір күнше ашып берілген кішігірім страница, бет топ есептелінеді. А бұны бір күн сіз кірсеңіз, ертеңіне қайтадан кіріп көрсеңіз, ол бет уже жоқ. Яғни вақытыншалық нәрсе. Вақытыншалық зат, яғни серверлері шет ел мемлекеттерінде жайласқан, олардың тикарынан. Сол үшін да ләжі барынша доменге әтібар берің. Узда ашылған ба, руда ма, комда ма, сол затқа әтібар берсе. Рәсми екеніне әтібар беру. Рәсми екеніне әтібар беру керек. Бұңа бір адди мысал, өзіміз интернет мониторинг күзетіп барамыз, қандай ноулар болып жатыр. Онан ташқары телеграмнан өзімізде Беруни түменде Жайху мақаласы бар. Жайху мақаласына мақаласының группасы бар. Группасына бір фуқара басып алған. Шу фуқараның намынан телеграмнан группаға тасталып жатыр. Ссылка. Сол ссылканың аты башында шапкасы жалғас айтқанда дәулет таманына ярдам деп беріліп жатыр да. Рәсімі, как положено, мысалы мұхтарам президентіміздің рәсімі бұл жақта уже келіштірген да бұл нәрсені. Деп тиінде ссылка бар. Ссылканың ішіне кірдік. Енді кіріп ақырына шейін бұл әмәлді тексеріп көруіміз керек. Мысалы қандай нәрсе бұл ішіне кіріш үшін. Ішіне кірдім, өзім нөмірім яздым. Вақаленки, әгер оригинальный сайт болмаса, бір рәсми қандайдыр сайт болатын болса, ол SMS маңа туырдан туыры нөміріме келу керек. Телефон нөмірім кірткеннен кейін. Телефон нөмірі кірттім. Телефон нөмірі кірткеннен кейін заголовка шықты. Сіздің телеграм аккаунтыңызға SMS код барып тұрыпты. Яғни білеміз, телеграмға кірсек біздерге тасталаушы код келді. Телеграмға рұқсат етті. Шу телеграм несінен телеграмға кеп тұрды да код. Шу кодты обратно қойсам, мен уже менің аккаунтымды тапшырамын. Әне үшін деп аккаунтларым ұрланып жатыр. Именно сақта ссылкалар бойынша. Адды бір мысал болған да. Және бір мысал алып кететін болсақ, жақын арада мәселен Open бюджет дейміз. Open бюджет несі болып өтті, маусымы жұмақланды. Сол кезде де көп адамның жәбірлену халаты болды. Яғни маған дауыс беріп жібер, менің мәхәллеме дауыс беріп жібер дейді. Кіреді, Open бюджеттің сайтына ұқсаған клоны кіріп жатыр, телефон кіртіп жатыр, кодын айтып жатыр, телеграм профилі жоқ қараса. Бұндай халатлардан болып жатыр. Яғни бұндай жағдайда да сол IT ненің білімі жетіспеушілігі, яғни хақиқи Open бюджеттің өзінің сайтыменен жаңағы фейк сайттың парқына бармауы. Har түрлі моменттен пайдаланып жатыр әйтеуір максимально да. Берді адамлардың кибермәдәниятін рivajlandыру керек та бірінші очақта. Себебі если адамлар білетін болса, қайерде сақтай, қайерде оригинал, бұл нәрсе автоматик тәрізді пәске түшеді. Кибержинаятшылық уман пәске түшеді. Себебі олардың ет отырған харакетлері бесполезный болып қалады. Яғни оларға файда келтірмейді кибержинаятшыларға. Бірінші очақта фуқаралардың сәл үшіншесін ашыруымыз керек. Қайерде сақта и қайерде оригинал бар екенлігі. Не деп ойлайсыз, кибермәдениетті асыру үшін бірінші нелерден бастауымыз керек? Білесіз бе, әрдайым біздер түсінік беруіміз керек дейміз, бірақ аполай түсінік берсек, халық қабылдамай жатырды да, ол нәрсені сәл басқашалау жолмен, яки жастардан бастау керек па, мектеп дәуірінен бастау керек па, не деп ойлайсыз? Енді азыр aynan bizlar tomonidan oshiriladigan ishlar bu xavfsiz kibermakan, ya'ni 2-sentyabrdan 2-oktyabrga chayin xavfsiz kibermakan oyligi e'lon qilindi. Hozirda targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Misol korxona tashkilotlar bo'lsin, mahallada bo'lsin, xonadonboy bo'lsin, hamma yerda bu narsa уже fuqarolarimiz qamrab olyotirmiz imkon darajada. Lekin negizi babiram maktab yoshidan, aynan maktabga bir отдельный bir kurs kiritish kerak. Endi men bu usunusim. Sababi yosh bola Hazır именно hazır kunga bu bir yosh bola qiziqadi internet ko'rma, hammamiz IT, aynan axborot texnologiya sohasina qiziqish juda yuqori yosh bolalardagi. Maktabga misol отдельный bir to'garakmi, bir qandaydir tashkil qilinsa, ularda tushunib bo'ladi. Ya'ni уже yosh vaqtida ularda immunitet bo'ladi kiberjinoyatchilarga. Bundan tashqari oliy o'quv ta'lim muassasalarimiz bor. Shularga bir отдельный bir krujokmi, gruppami, mana shunday bir ajratilsa, ulardan ham qamrab olish effekti yaxshi beradi. Sababi ular o'rda olgan bilimini uyina borib aytadi shu narsani. Yaqinlarına yetkazadi. Mana shunday narsa o'rganib keldim, misol mana shu yerdan avayli bo'linglar deb aytadi. Aynan shu pog'onadan boshlasak, menimcha kiberjinoyatchilikni oldini olish
эффект зор береді. Кейін және бір плюс сол Instagram тармақтарыңызда көріп жатырмыз, социалдық роликлар арқылы халыққа түсініктер беріп жатқан екенсіз, бұл да жүдә зор. Bundan yine briefingimiz var bizlerden. Her ikkinchi, to'rtinchi, oltinchi kunlari bizlar televideniye orqali fuqarolarimizni ogohlantirib briefing o'tkazamiz. Sababi kim jabrlanmadir, qanday jabrlanmadir, qanday usuli bor, buni qanday himoyalanishimiz kerak, ommaviy axborot vositasidan to'liq qamrab olib fuqarolarimizni yetkazib o'tiramiz. Білеміз, бүгінгі күнде және бір сол актуал болып жатырған бізге SMS болып, Facebook'та да көп келді. Сол сіздің ат фамилияңыз бірде екен, сізге мирас қалдырып жатырмыз, сіздің ат фамилияңыз дұрыс келіп тұрды, точно сізде адам іздеп жатырмыз. Сондай темалар қолдасыз. Бұл хақында не айта аласыз? Хақиқатында да бұл ұсул Нигерия хаты деп айтылады. Жаһанде бұл өткен ғасырдың орталарында пайда болған нигериялы балалар тарихында ойлап болған ұсул, яғни массовый түрде олар белгісіз адрестерге, қалеген рандом адрестерге хат жіберу арқылы, егер мынаған пұл төлесеңіз, бізге мына рақымдарда ұтыс шықты, ямаса мирас қалып жатырды мазмұнды хаттар жіберу арқылы өткен жыл давамында сол ғасырда көптеген адамларды алдап пұлдарын алуға еріскен. Енді соның әртүрлі көріністе раужалам қазірге дейін жетіп келді. Қазіргі уақытта келіп жатырды бізге жаңағыдай өзін науқас ретінде, я болмаса алдын Қарақалпақстанда жасап кеткен адам ретінде көрсету халатлары. Я болмаса сол науқас болып, қазір дауасы жоқ кеселікке шалынған, пұлдарын сізге тастап кете жаққан. Ол құры сөз қылып қоймайды, ол жерде диагнозларын тастап беру мүмкін. Я болмаса видеоларын тастап беру мүмкін, койкада жатқан. Сол больницада жатып, реанимация халатында жатқан. Яғни сондай халатларға бұқараларымыз біздерде алданып қалып атырыпты. Енді сол жерде бір сендіретін бір жағдай болып жатырды оларды. Сен тек таможня дейміз, бажхана қаражетлерін, жол хақы қаражетлерін сіз қаплаң, мен мынандай молдарда сізге мирасты мен нақ көрісінде шығарып атпан дейді да, чемоданға салып сыртына нөкс Шайхун көшесі 70-ші үйге жазып кетіп жатыр. Соған бір әйтеуір ұсылда, былайша қарап тұрсақ, бұл жерде де кибер мәдениеттің жетіспеушілігі, әйтеуір ұсылменен міне шығарып жіберіп жатпын, міне қазір мен вокзалдаман дейді, сол видеоларға сеніп, біздерде көп өз аяғымен, бұл жерде үйде отырбам емес, өз аяғымен Халық банкіге барып, Агробанкке барып, бізде бірнеше халатлар бар. Бұл бойынша ең жәбірленген халатты айтатын болсаң, бір бұқараның өзі 1 миллиардқа жақын пұлдарды өткеріп беріп жатыр. 1 миллиардқа жақын пұл. Бұл адди мысал, яғында болған қалады. Енді біздер банк білен хамқарлықта ішлегенімізден кейін, қандайдыр шұқпалы транзакция болса, біздерге сразу хабар береді о. Бір яшы кетті атақан, 60 жасына чәмәділешкен, ешкімге айтмай үйінен әсірап қойған $2,500 бар екен. Шуны банкқа апарып, мына шуны Австрияға еберіп беріңлер деп, шотан бар, расчетный шот ташап беретін. Яғни шуға маға еберіп беріңлер шетел мемлекетке, Австрияға деген, шуны тұрып, бізге айтты. Шундай пұл өткізіп жатыр, бірақ ноуға қайырға келдігін өзен білмейді. Оларым сауал береді, себебі сұхбатлашады. Қайырға кімге беріп жатсызlar, ат фамилиясы кім десе, телефонды көрсеткенде WhatsApp-тан келген. Яғни WhatsApp-та оңа хабар келген, сізге оның алдын СССР уақытында мемлекетлер көп еді ғой. Австрияда оның армияда бірге қызмет қылған несі бар екен. Танысы бар. Сослуживец, танышы бар екен. Енді шу деп ойлағанда ол. WhatsApp-тан хабар келіп жатыр, бұл айсырап әуелап қойған $2,500 банкқа алып, өзі қолы білен алып барып тапсырып жатыр. Біздер бардық, сұхбатлашсақ, нұғай беріп жатырыз, қанетсе мына WhatsApp-тан келді, ма мирас қалдырыпты, о айтуы бойынша вилла қалдырған оңа. Білеміз о, вилла қалдырған. Тоқтаң, бұл әмәсі ялған, шамаң мұңа десе, енді өрде сен менің шу алacak вилламы көре алмай тұрыпсан деп, зәрдеман көріп жатырды о. Яғни қайтара жақын соны шу олды. Шөне тұрып, үйіндегілерінен павары жоқ, үйіндегілерін шақырдық, шу пұлыны алып баласына бердік, қараң мұндан кейін нетмәсін алданып қалмасын деп, WhatsApp аккаунтынан өчірдік. Бұл обратный үйіне барған, арадан әпті 10 күн өтмей, өзінің атағанның атында Дамас бар екен. Дамасын машин базарға алып барып сатып, $2,500 еберген жуға бәбірді. Бәбір еберген жуға. Еберген. Шынды етіп, арадан ені 10 күн өтіп, бізерге кеп тұрыпты да, балам, мен шында етіп қойдым, бірақ мен кеме тұрыпты депті. Бұл адди нәрсе ғой, мысал мұндайынша. Şu вақытында балаларым назарат етіп, мысалы, шуны алдын алыш мүмкін болады да, себебі жалғас айтқандай
oddiy narsalar, ya'ni kim sizda chet elda misol hozir qandaydir bir imoratmi shundaycha Meros beradi. qoldiradi. туысқан азыр бір біріне беру қиын да мәселен бір пұл сұрау емес, сондай бір заман келіп қалып орасын айту керек. Енді бұл жерде как біздер мәселен жұмыс істеуге күнде азында 9-да кетіп, мәселен кеште қайтсақ, ол жерде де бір команда істеп отырды да алдаушылар тарапында де. Толықлай. Мәселен жаңа атаның алданғаны, алдыңғы халықтардың алданғанында бұл өз-өзінен болып жатқан жоқ. Ол жерде де профессионал психологлар отырыпты. Әйтеуір адамлар отырған жоқ жерде, команда істеп жатырды. Сондай тәрбиелерден есап қалу керек. Түсінікті. Абайлы болу керек негізі. Кейін және бір ең қараңызса кибермәдениет, киберқауіпсіздік дейміз ғой, бірақ сондай статистикалар қорқынышты екенін мен білмейтін едім. Тек хамме күресіп жатырды, хамменің хабары бар уже деген түсінік бар еді да менде. Жәбірленгендер соған жараса көп екен. Көп. Сондай халықтар бар. Арыза жазып келеді. Бірінші арызасын елі бізді шешіп бола алмай жатыр, екінші мәрте арыз жазып келеді сол адам. Сондай халықтар бар. Бір мәрте аузы күйсе де қоймайды. Біріншісінде АПК-дан алданып келеді, кейінгісінде барады да жаңағыдай шетелде мирас келді және өткеріп береді. Сондай халықтар бар. Көпшілікте мұражатшылар біздерде хаял адамдар. Күйеуінен жасырып іс қылады. Енді кетті ана пұл. Пұлдың орнын жауы керек қой. Күйеу біліп қоймау керек. Сол үшін және бір затқа қол ұрады да, интернетте отыр. Пұлды қайтарып үшін. Екі есе түседі. Соның нәтижесінде мәселен көп жаңалықтарда келіспеушілік болып жатыр. Негізі сергек болу керек. Сергектілік заман талабы дейді ғой. Біздерді алдам қалай деп қалған екенбіз ғой. Бұл осы жылы хит болып жатырған машқалалардың бірі да. Бұл СМС бізге Фейсбукта айтайын ба, карантиннен алдын келді. Карантиннен алдын басанды да ол нәрсені. Бірінші біздерге келме білмеймін. Үйде хаммем соны обсуждать етіп ойландық. Енді алдын бұл нәрсе олман Орта Азияға емес, Еуропаға қаратылған нәрсе да бұл. Негізі алып қаратын болсақ, Еуропаға қаратылған нәрсе. Лекін шу бәбірін бізге етіп келді. Себебі коронавирусам шындай болды ғой, шетелде шықты. Түбінде бұл нәрсе келеді. Себебі бұл нәрселердің алдын алышымыз үшін хамма шу ихтият болуш керек та бірінші очередте. Агахлық болсаң, мысалы білсең, ажыратып білсең, бұның алдын алса болады. Лекін негізі түбі тикары Еуропаға қаратылған нәрсе. Бұл Еуропада адашмасам 2013-2014-лерде шықты бұл нәрсе да. Уже қараң тенденция шу жылдың яғни 10 жылда алатын болсақ, 10 жыл давамында уже бізге келіп тұрды бұл нәрсе. Енді бұлар тоқтамастан раважан алмады, әртүрлі айтқандай, бұл заттан 100% құтыла алмаймыз. Біздер өтеміз, бұл басқыштан өтуіміз керек. Мақсат аз жәбірмен өтуіміз керек. 100% мәселен бұқараларымыз алып қаламыз деп айта алмайды. Еш мемлекет гарантия бере алмайды. Дүнияның ең раважанған мемлекетіне барың, бұл жерде біздер 100% бұқараларымыз жәбір көрмей алып шығып өтеміз деп айта алмайды. Сондай, яғни бір мысалды айтамын, өткен жылы тәжірибе алмасу мақсатында Корея Республикасына, сол Кубла Корея Республикасына бардым. Сол жерде мен өзім эксперимент өткердім да. Яғни олар айтып жатыпты, сіздер қазіргі Өзбекстанда болып жатқан машқала біздерде 10-12 жыл алдын өтті бұл зат дейді. Сондай код айту, әрқилы сауғалар жіберу. Қазіргі уақытта ұлыма дерлік нөлге тең деді. Мен соны сынау үшін көшеге шықтым. Ең жасы үлкенірек бір кореец апаменен сөйлесіп, көрдім да, олардың бір кибер иммунитеті қандай деген мазмұнда. Бардым да, мен сондай шетелден турист едім, сіздің пластинске пұл тастап мен нақылап алсам бола ма десем. Олардың жауабы со дәрежеде деп адам қуанып кетесең, яқ емес, енді бір мәдениетлі ам не дейді? Сұлу қылда адам кеуіліне қылмайтынын түсіндірді. Бұл менің жеке пластик картам, жеке пластик картамды мен өзгелерге бере алмаймын, кешіресіз мазмұнда жауап қайтады да. Қанекей біздерде де бұқараларымыз, мәселен, жас үлкеніміз сондай болса. Мәселен, біздер аз банкоматқа барып қарамыз, жас үлкенді көрсеңіз. Балам мынаң абналиш қылып біз, бәрі 77 деп қадымғыдей береді қолын. Енді қараң, шетел салыстырып жатырмыз ғой, бәрібірде бұл жерде де менталитетті біздердің ата-бабаларымыздан кеткен нәрсе, ол біреуге жәрдем беру, қолынан келсе жәрдем беру, садалық деген нәрсе бар. Енді оларды кішкентайынан үйретеді, бәрібір біздердің менталитетіміз басқа да бар, біздердің ақ көкірекшілігімізден келіп шығып болатын. Соның нәтижесінде болып тұр да сонайлары. Айырып білу керек па, білмеймін қолдасы. Бәбірам шақси малымат, жеке малымат, бәбірам бір адамға тиішеді, оны басқа біреуге тақдим етіп беру оңман керек емес. Бәбірам жеке деген аты бар да, шақси деген аты бар. Себебі ол сенің шақси малыматың
şu маалыматларың арқалы қаласа кейбір жинаятчылар ушундай халаттан бар онлайн кредит алмагадар. Мисалы фукаранын кабары жок онлайн кредит алгандан өзү алмаган да уну. Атына онлайн кредит алып уже ким жабырын көрөт? Фукара көрөт, айлык төлөмүн төлөп берет. Бирок ушу эмеген сомсасына пул төлөйт. Ушундай халаттан бар. Хаммасы утечка информация, яғни информацияның ушу жеке маалыматтың тактим етип берилип койгон акыбат. Түсінікті. Енді менде және бір сұрау бар. Қазіргі уақытта бұл темада актуал қоңыраулар келеді, звоноклар 78 кодыменен. Яғни сондай алдаушылар деп айтады. Бұндай жағдайлар менде де болған. Менің телефон номерім 77-лік, біреуге қоңырау етемін, алмайды ешкім. Қорқады жаңағыдай мошенник деп ойлайды. Менде де сондай бар. Бірақ негізгі ол 78-лік екен. Сол хақында айтып берсеңіз, ол не өзі растанам телефоннан қоңырау ете ма, адам қоңырау ете ма одан? Тек 78 бе, басқада номерлер ма? Басқа Менде код мәселен 000 деп басталады да, соған 78-лік, не үшін 78-лік код? Ешкім шуға етібар бермейді. 78-лік код білсәңіз, Ташкентте городской, яғни дәулет идараларының нөмірі 78 код білен башланады да. И олар оны біледі, кодыны біледі, 78 екенлігін. CIP телефония бар. Сиптроник системасы бар. Яғни құрылма генерация номер арқылы, яғни шу құрылма номер шығарып береді. Башында кодын yazады, мысалы 78 дедіңіз, 78 кодын yazады. Анягыны уже случайный число болып, шу құрылма арқылы телефон қылады фукараға. У жерде о өзінің телефонынан қылмайды ол нәрсені. Айнын шу құрылма арқылы телефон. Бұл жерде номерді как маска қылып киеді. Сондай технология бар да, құрылма бар. Бұл азыр масына Өзбекстанға кіру запрет қылынған құрылмалардың бірі. Онда тек маска қылып киеміз. Мәселен мен ода телефон құрылма арқылы қоңырау етілмейді, интернет арқылы қоңырау етіледі. Интернет протоколдың алжаспасам 40-60 беді, 60-60 деген порты арқылы алжаспасам, сонда сол арқылы канал арқылы келеді. Ол жерде қалеген номер тересіз. Мәселен мен Асаттың номерін теріп, шақыныңыз, сізге звонок етуім мүмкін. Сіз ойлайсыз, оны Асат маған шығып жатыр деп. Бірақ мен үйде отырып, тек интернет арқылы қоңырау етіп Асаттың номерінен сізге. Апой мысал. Көпшілік ойлайды, мен 78 телефоннан телефон келсем мен көтерсем болды, пұл ешілді деп ойлайды. О текар ондай емес. Сіз телефонды көтеріп гәплешсеңіз болады адаммен. Лекін қанша кілім көп гәплешсеңіз, манипуляция арқылы шунша кілім оның айтып тұрған ішіні, яғни заданиясын бәжарып қоясыз да, өзің өсіп барады, қанша кілім көп. Шундай халқымызда түшінік бар. Еме 78-лік кодтан телефон келсе мен көтерсем болды, мен ақшаланып. Сондай қате түсінік бар. Ондай емес ол. Сіз телефонды көтеріп гәплешсеңіз болады кімегерлігін. Лекін негізі қанша кілім көп мүддет минут гәплешсеңіз, шунша кілім оның жалғас айту манипуляция қылып, олар күшті психологлар да, әр тараплама сауал беріп, сақшы маалыматларыңызды тақдим етіп алып, ондан кейін хатта ки шундай халатларым кодынан, паспортының сериясынан, ЖШРынан айтып отырған бар да. Жундай халатларым бар. Уже адам шекілді зомби болып қалады, уже айтқаннан білмей қалады да. Хатта ки өзіңіздің нөміріңізден өзіңізге шығалады о. Мысалы мен өзім нөмірімнен өзіме шығалады. Білсем, мысалы, телефон етіп қарасаңыз өзіңіздің нөміріңіз, бірақ өзіңізге телефон келіп тұрды да. Жундай халатларым. Телекоммуникация тармағы каналымен емес, интернет арқылы келіп тұрды да қоңырау. Звоноктың каналы басқа, интернеттің каналы басқа, ол интернет арқылы келіп тұрды бізге қоңырау. Звонок арқылы келіп тұрған жоқ. Адды телеграмнан звонок келсе фарқылай жүрсіз ғой, тура ма? Адды телеграмнан келсе фарқылаймыз, инстаграмнан, я болмаса WhatsApp'тан келсе фарқы болады оның. Бұл интернет арқылы келеді, лекін көрініші адды телефон болып келеді. Сондай болады. Бұл жерде білу керек екен, 78-лік кодпен келсе телефонымызда 78 кодпен қоңырау келсе телефонымызда пулты тартып кету имканияты жоқ екен. Hamde 78 кодпен келген, яғни өзлерін банк қызметкері, ішкі істер қызметкері деп шығуы мүмкін, немесе мемлекеттік қауіпсіздік қызметкері. Әртүрлі ситуация болады. Яғни мемлекеттік органлар сізден бір мәртелік тасдиқлаушы кодты сұрамайды. Жеке маалыматтарымыз сұрамайды. Жеке маалымат тек мошенниклерге керек, басқа ешкімге керек емес. Ешкім сұрамайды. Фақат ана онлайн бөліп төлеуге аламыз ғой, мүддетті төлеуге, кредит аламыз, басқа нәрсе бөліп төлеуге, мүддетті төлеуге алғанымызда, олар телефон қылады. И то бір нәрсені түсіну керек, шақси маалымат сұрамайды. Сізден кредит мүддетіңіз өткәлігі себеплі кредитіңізді жауың деп
яғни төлең ушу кредит мөддети өтүп баратыр деп сизге телефон кылат болгону. Бул жерде тастыклоочу код сурамайт сизден яки өзүңүздүн шахсий маалыматларыңызды, жеке маалыматларыңызды сурамайт олар. Тек ушу мөддет өткөн үчүн кредит нетиң убактында төлөң деп телефон кылат болгон. Түсінікті. келгенде және бір актуал тема, улум актуал темалар хакында сөйлесип атырбыз го, трейдингler хакында айтып өтсеңиз. Трейдинг каналлар, Группалары бар. Мысалы айтады, ішінде отзывлар береді. Мен міне осы каналға қосылдым, сигналдарын алдым, пәлен соң байып кеттім дейді. Хәмде бар. Менің өзімді бұндай группаға қазірдің өзінде телефонымда бар менде группа, екі группа бар. Отзыв қалдырады. Хәмде айтады, курсымды сатып алу үшін ақшаны рубль сыфатында Сбербанкке тастаң деп айтады. Конвертация кылып. Ава, бірақ ол ішінде сөйлеп атқан адам сол бізде қарақалпақша я болса өзбекше сөйлеп жатыр. Бірақ Россия арқылы төлем қылың дейді. Солар хақында айтып берсеңіз. Хақиқатында да жалған трейдерлік қызметлер деп айтылады, яғни көйіп кетті. Телеграмда мәселен кіріп қарасаңыз, пәленше трейдинг, Абдуллах трейдинг, подписчиклер санам көп, кіріп көрсеңіз, адамды ол жерде тикарға сендіріп тұрған затлар, сіз айтқандай отзывлар, чеклер, пәленше кеше 3 күн алдын мынандай тастап еді, мынандай көбейтіп алды. Я болмаса ол жерде болуы мүмкін, домалақ көрінісінде видео сообщение дейміз ғой телеграмда. Видео сообщениелердің ол жерге берген комментариясында пәленше деген трейдерға мен баста сенбебем, бірақ сонда тастап көріп, міне 3 күнде 1 миллионды мен 10 миллион қылып алдым. Сіздер сенсеңіз болады. Мазмұндағы арқылы нелер, отзывларға біздердің бұқаралар алданып қалу жағдайлар болып жатыр. Енді бір зат түсініп алу керек, енді біздер әмелиятта көп жүргеннен кейін білеміз. Телеграмда сондай канал, группалар шығып кетті, пул есесіне әмме затты тауса болады. Яғни сондай қызметлер бар. Сіз пул бересіз, һәм текст бересіз. Сіз берген текстті сіз айтқандай қылып айтып береді, домалақ көз. Мәселен, Асад трейдер дегенге сенің. Мен 1 миллион өткердім, жағына 10 миллион қылып алдым. Асадтың каналына қосылсаңыз болады. өтірік отзывлар. Өтірік отзывлар. Оның бағасы 500 мың. Пул есесіне сөйлеп береді. Сондай қызметтер неғып кеткен себебі. Жастардың арасында қазір низамшылықты туыр түсінбей, пул үшін істеп жатқан іс-әрекеттер жүр көп. Бұлардан сақ болуымыз керек. Бұл жерден дерлік қазір интернетте өзі бұлай логически адам кибер мәдениеті болмасын, я болмаса IT білімі болмасын, адамда кіттай логика болса, яқшы ол 1 миллионды 10 миллион қыла алады екен. Онда ол өзінің 1 миллион 10 миллион қылып, 10 миллионды 100 миллион қылып отыра бермей ма деген адам өзіне кітте сұрау берсе, не қылады оны 500 мыңға сатып, сұраудың жауабы тайын тұрды да. Оның басына ортып біреуге түсіндіріп оны. Түсінікілі. Енді Инстаграмда дуч келген шығар, Инстаграмда история көріп отырсақ, хоп, бітіріп ортадан реклама шығып кетеді. Сақтатар мына Аминаге рахмат там. Ақшаларды көрсетіп. Ты мұсылманин, мына мен шunu айтамын, дуч келген шығарсыңдар, О, подробный түгмесini бассаңыз, автоматик тәрізде Telegram каналға өткізеді да, сіз айтқандай. Уже әр тарауда бар да, үленіп кеткен, тарқалып кеткен. Таргеттан бар да. Аудиторияны қанша кілім көп жарып етсе, шунша кілім жәбірленуші саны көп болады да, яғни ақша көп өткізіп алады өзіне. Негізі бір фейк екен реально білініп тұрады ғой, бір суреті некачественный болады, жаңағыдай сайтларда сәл неграмотный жазылған болады. Бір қарағаннан білінеді да о нәрсені. Мәселен, жаңағы танықлы адамдардың суретін қойып, ақша жинау деген. Текстлері де қате жазылады. Бұлар хақында да информация бар шығар. Енді мынандай зат бар, адам психологиясы сондай бір байып кетуге деген имканият пайда болған кезде оны ләжі барынша өзгелермен бөліспейді. Жақында сіз байып кете жақсы, оны айтқыңыз келмейді. Сондай тарихы бар. Ешкімге ойласпайды ондай негізде. Соның нәтижесінде егер қалеген бір қоңсынан несіне сұраса, мәселен, басқаша болар ма еді. Именно şu сақта трейдинг бойынша бір нәрсені аңдап алуымыз керек, біліп алуымыз керек. Ешкім сіздің ақшаңызы шундайынша бесплатный тегінге ва қысқа мүддет ішінде көбейтіп бермейді. Себебі әркім өзі үшін харакет етеді. Қазіргі уақытта Инстаграмда ең хит дәрежесіне жеткен, һәм де соғанам таргет жағылып атқан кредитті нақылап береміз деген пабликлері бар. Лимит шығарып береміз дейді, лимит нокус дейді, және бір бәле дейді. Солар хақында. Хақиқатта жақсы сұрау бердіңіз. Бұл жерде бір түсініп жету керек. Лимит бұл мемлекет тарапынан беріліп отырған, қайтарылмау шартымен беріліп жатқан пұл емес. Бұл кредиттің бір түрі. Сол затты бұқаралар түсіну керек. Менің лимитім бар екен, нақылап алуым керек екен деген бір
не дейді, бонус алтын сыпатында алтын тауып алғанда бонус бонус сыпатында қарайды да, бірақ ол лимит ол сіздің атыңызға рәсімдестіріп жатқан кредит, апой кредит еще проценті бар оның. проценті, және сіз алдын ала жауасыз ба, бір күннен кейін жауып тастайсыз ба, сіз 6 айға алған болсаңыз 6 айдың процентімен қосып төлейсіз. Сондай тәртіптері бар. Енді осы халат бойынша, нақылап беру бойынша қазір алжаспасам егер 20-дан зият жинаят қозғатылған. Яғни қалай? Бір канал Инстаграмнан ашып жатырды, неметіліңіз нақылап береміз. Жаңағыдай атына ашып жатыр, мәселен баста, мәселен 10 миллион оның атына лимит шығарып жатыр, бұқараның атына. Һәм оның қолына 3 миллион беріп жатыр. Қалғанын өзім аймай жауап беремін деп бірнеше бұқараларды сөйтіп алдап жатырды. Бірақ бұйырды сол жәбірленген бұқаралардың қопалығып айтсақ сауатсыздылған болып тұрды. Қалай оның ауызекі гәпіне? Мен өзім атыма кредит алады екенмін, сен асатсам оның әмесін өткеріп береді екенмін, сен ауызекі сөзің бар болған, өзім жауап беремін ғой деген. Болған, басқа еш нәрсе жоқ. Соған сеніп, мәселен, ол жерде бір пайдамен шыққандай болып тұрды, бұқара былай қаранша. 10 миллионды ол жауап береді, ол тек 3 миллион пұлын алып кетіп жатырды. Бірақ кредит сол бұқараның атында елі. Ертең банк саған кім уәде берген екен, немесе суд кім саған неғған екен ғой демейді ғой жерде. Кредитті кімнің атына рәсімдестірген болса, сол жауапкер бола береді. Соның нәтижесінде қазір бірнеше жинаят біздердің Қарақалпақстан нөкісте лимитлерді нақылап береміз деген каналдар арқылы алданған жағдайлар ұшырасты. Бұл жерде қосымша айтып өтуге болады, біздер социал тармақ активтері, блогерлері ләжі барынша реклама қылып атқан затын, мен не зат реклама қылып атқан деген мазмұнда адам өзі сұрау қойса, дұрыс әме пұл үшін жүріпті, бірақ пұл болса болды деп, мәселен халықты алдай беру, ямаса халықты басқаша жолға неғыла беру керек емес. Себебі әмеміз бір жәмиетте жасап атпыз, бір мемлекетте жасап атпыз, бір халықпыз. Соның үшін блогерлерге халық сенеді, әрдайым көріп барғаннан кейін оның айтқан затына сеніп қалады. Соның нәтижесінде алданып қалу жағдайлар. Өткен жылдың өзінде жаңағыдай кино көріп пұл табасыз дегенге, мәселен блогерлер біздердің рекламалар қылған нәтижесінде қанша халқымыз алданып қалды. Бірақ сол блогердің өзі түсінбейді ол затты. Ол қалай, қайсыдыр бір компания пәлен сомға кино түсіреді екен, расход қылып, һәм оны сіз көрген үшін және сізге пұл төлейді екен. Адам логистика ойланса тура келмейтін затлар. Соның үшін мен сол жерде müracaat етіп қалатын едім блогерлерге. Реклама қылатын затыңызды бір алдын ала өзіңіз үйреніп шықсаңыз, ертең бұл халыққа жәбір тиіп кетпей ме мазмұнда, сонда ілтимас етіп қалған болар едім. Әлбетте. Және де сонымен бір қатарда үйде отырып ақша табу, лайк басып ақша табу, және де Uzun менеджерман деген хабарны Англияда клубника теру дегелер ашып бере жақпан. Маған келген хабар сонымен мен uzun менеджерман күніне 20 мың сомнан 1 миллион сомға дейін үйде отырып пұл табуды қалайсыз ба деген хабар. Астында ссылкасы да тұрыпты. Есіме жібер обратно. Біздер саған қарсы көрсетіпсің жерде. Видео жіберіп па домаға. Және бұл араз екінші этапқа өтті да, бұрынғыдай құр ала бермейді, аз беретін болды, аз береді. Бірінші екінші етті 25 мың, асып кетсе біз 100 мың берер, екі бөліп. Болды, содан кейін адамда доверие, яғни сенім пайда болады. Береткен ғой дейді. Кейін не қылады ол? Сіз 5-6 этапқа дейін сізді ойнатуға мәжбүрлетеді. 6 этаптан өтпегенше пұл ала алмайсыз. 6 этаптан өтемін дегенше бір талай ақша өткеріп бересіз. Уже өткеріп берген боламыз да. Соге жауып қалады анау платформаны. Уже төрлек ақша алғаннан кейін уже болды ғой. Автоматик тәрізді. Әрқандай үйде отырып пұл табу деген затқа бір интернетте қазір бір 95-98% жағдайда бір өтірік, ямасы алдаушылық болып тұрды. Сол затты бір біліп қойса жақсы болар еді. Себебі интернет hamma затқа логика керек та. Қайсыдыр бір сайтта скриншот қылады екен, соған пұл төлейді екен. Сіз сол адамның өзінің орнына қойып көріңіз керек та, сіз оған не пайда екен деп адам күтті өзіне сұрау берсе, жауап аңсат өзі, мәселен, бұл жерде жиналыс, біздердің жиналыстарға қатынасу, біздердің видеоларды көру шарт емес. Сол тәреплері бар да. Дұрыс. Енді Telegram социалдық тармақтан ұзақласпаймыз. Бізде және бір группалар бар, мысалы, олардың сол алдаушылыққа байланысты пирамидалар бар. Яғни пәлен сом ақша береді, қосылады, адам шақырады, оның үстінен пұл істемей ме, ол жағын білмедік, бірақ сондай группалар көп біздерде. Әмде біраз уақыт өткеннен кейін ол группа автоматик түрде жоқ болып кетеді. Сол хақында. Сол халат бойынша өткен жыл көп болды. Енді биыл әзірше әмелиятта болып тұрған жоқ, өткен жыл көп болды жағдай пирамидалық көрініс. Түрлі вариантларда болды.
баста сіз мәселен қандай да бір 5 миллион сом пулмен кіресіз. Сізге 2 адам неғып келсеңіз, сіздің аймай түсіп беретін деңіз, мәселен 2 миллионға көтеріледі. Және 2 адам алып келсеңіз 3 миллионға көтеріледі. Айлығыңыз. Сондай нелердің нәтижесінде көп бұқараларымыздың алданып қалу халатлары ұшырасты. Яғни бұл жерде де айтуға болады. Енді айрым пирамидалар өздеріне қандай да бір маска киіп алған, яғни сіз қосылған неңізге дәрі аласыз, болмаса хаялардың арасында көп болады пирамида, косметика аласыз дейді. Бірақ түптікары ол пирамида. Пирамида екен қызық жері, пирамида екенін сол бұқараларымыздың өздері түсініп тұрыпты. Әммесінің ойында бір мақсат бар, баста қосылсам мен көпілеу пайданы көріп қаламын деп ойлайды. Сондай не бар. Бірақ бұның юридикалық тарихынан есап қалу керек. Пирамиданы шөлкемлестіру бұл заңшылықта қадағаланады. Жинақ кодексінің 188 статьясы бойынша саптастырылған бұл. Шөлкемлестіру заңшылыққа тура келмейді. Һәм оның ішінде қатынасып кейінгі адамдарды қатынастыруға мәжбүрлеу, реклама қылу, жалп қылу дейміз ғой, реклама қылу. Ол да сол пирамиданың өзі шөлкемлестірушісімен бірдей жауапкершілікке тартылды. Шеріктік болып кетті. Шерік, жинаятта шерік болып есапталады. Себебі ол тартып беріп жатыр, реклама қылып беріп жатыр. Сол тәребілерінен есапқа алу керек. Енді әміміз естіген шығармыз, Ахматбай бар еді. Ахматбай. Бұл алдын фуқараларымыз бұл нәрсеге ишанатын еді. Лекен азыр қандайдыр иммунитет пайда болған. Яғни айнан финансовый пирамида, малияви пирамидаға фуқараларымыз онша азыр уже шықпа білен қаритан болған ба. Тоқтап, себебі Ахматбай шау-шу болды, ондан кейінен бірінші халатлар күзетілді республикамызда. Шының үшін азыр фуқараларымыз тикары сәл шықпа білен қарит, айнан малияви пирамидаға. Лимит темасына және қосымша қылып айтатын болсақ, жыл басында, 2025 жыл басында сондай халатлар болды біздерде. Телеграмда банктегі кредитіңізді 50% есесіне кешбек 50% пұлын сіз өткеріп бересіз, өзіндегі кешбеклер есесіне пұл кредитіңізді жауап беремін деген каналдар пайда болды. Яғни ол өзін ұзым насия соған алиф насия соған банктың қызметкері, магазиннің қызметкері ретінде таныстырып, менде әзір кешбеклерім бар, кешбекте тек кредитке төлей аламын, нақылау имканияты жоқ. Соның үшін сіз мәселен 10 миллион кредитіңіз болса, сіз маған 5 миллион тастап берің, мен 10 миллион кредитіңізді жауап беремін кешбегімменен. Мазмұнда группалар көп тарқалып кетті. Бұл Қарақалпақстан шариғатында бұл өздеріміз айтып өттім. Бұның нәтижесінде осы каналдың осындай уәделеріне, ол каналға кіріп көрсеңіз, қазіран тұрыпты мәселен. Сол жерде өтірік жаңағыдай скриншотлар, пұл өткермелері хақында малумат. Квитанция деген зат бар да, мәселен, пұл өткермесінің справкасы, мағлұматы. Оны айтишник адам, айтишник емес, аз-маз телефон түсінген адам бір 2 минутта қарап тұрып, монтажлап істеп алса болады. Мәселен, азыр өзім пластик картам, сіздің пластик картадан 1 миллион өткен ақында квитанция қолдан істесем болады. Сондай каналларды жайғастыру нәтижесінде әмде жаңағыдай домалақ көрінісінде видео сообщениелеріміз, видео сообщениелерді сол каналға жайластыру нәтижесінде 15-ге жақын бұқара алданған сол Қарақалпақстанның өзінің шариғатында. Оператив ләжілер өткеріліп жатыр, нәтижеде соны істеген бала анықталып жатыр. 2003 жыл туылған бала, Қожелі районында жазылған бұқара, КМУ студенті, университетте студент, 15-ге жақын бұқараны алдап тастап жатыр. Бір ай ішінде. Жәмі 75 миллионнан артық пұлды өздестіріп алып жатырды. Ең аяңшылы тарихы бұл алданғанлардың ішінде тикарда мемлекеттік шөлкемде істейтұғын сол зиялы адамдар. Мемлекеттік мекемелерде істейді, жақсы жерлерде істейді. Және бір аяңшы тарихы оның ішінде банк қызметкері бар, алданғанлардың ішінде. Оған не бар деймін енді? Оған не жетпей жатыр деймін. Сондай, мәселен, har qanday ma'lumotdan tekshirib yig'sa жақсы болар еді бұқараларымыз. Неге ойланбайды деймін да, ішкі істер қызметкерлер қазір ұлыма оперативный түрде істеп жатырды, IT рауажданған заманда не? Бәрібір ұсталынаман ғой, мұның ақыры жоқ қой, давамлы емес қой, не қыламан ойып деген пікір оянбай ма екен деймін да. Хәмме сөйтіп кетпей ма болмаса? Енді қазір жастар арасында жеңіл пұл табудың хәуежі алған, интернетте отырып, тым хәуежі алып кеткен. Бұңа бір мысал Телеграмда намалым шақс білен yazışады. Bu намалым шақс бұңа тапшырма есабында задания береді. Яғни қандай банкқа барып өзің намыңа банк карта ашасаң,
өзі қалағанын айтады, мысалы виза мастеркард mana shunday bank karta açıp beresen deydi. Оны ma'lumotlarini bilamiz, 16 sifr срок nesi бар. Agar bu chet el, ya'ni viza CVV, CVC kodlari bor. Shuni ma Telegramdan olib ma'lumotlarni topshirasan deydi. Shu bank plastik kartasini ochdi qo'y, endi qo'lida shu, ya'ni student deb olaylik. Studentning qo'lida shuni sindirib musora uloqtirganini video qilib menga tasta deydi. O tashlab beradi. O ne uchun kerak? Bu noma'lum shaxsga urulangan pullar var. Bu birinchi o'chirda drop karta deyiladi. Atidan bilamiz kerakda buni. Drop karta. Student buni arzimagan, misol 100 ming, 200 ming so'm evazini o'zining atına karta sotib olinadi. Borib bankka ochtirib, shuni sotadi noma'lum shaxsga. Bu drop karta. Bir. Ikkinchidan, shu drop kartani bergandan keyin ya u 100 ming, 200 ming so'm berdi ya bermadi. Ma'lumotlar berib bo'lgandan keyin de o'yag'an bor. Bank karta ma'lumotlarini olgandan keyin kiber jinoyatchini yig'iladi. Bag'ana usullar bor, APK formatdagi fayllar bor, keyin saxta trading bor. Umuman kiber jinoyat yo'li bilan topilgan bu ақшаларды shu bank kartasına tastaydi. Bu bir dana student emas. Misol, endi tikari hozir umuman murojaatlardan kelib chiqib olib bu narsani oxirigacha yetganimizdan keyin o'rganyapmiz. Yoshi ko'bisi studentlar. Ko'pchilik keladi, men mana shu bank kartasına tartib ketibdi, o'tkazilibdi, mana shu odam menga topib beringlar deb keladi-da, bank kartasi bor unda, bankdan istoriyasini chiqaradi. At familiyasi ko'rinib turadi uning. Mana men bilaman kimga o'tganini, menga shu odam topib beringlar deydi. Lekin vaholanki bu dropper, ya'ni drop karta netib bergan odam bu. Ikki bir jinoyatchi shu kartalar orqali oxiri через o'tkazadi и oxiri tikari borib kriptovalyutaga taqaladi. Яғни жинаятшылық біздерде бұқаралар наразы болады. Жинаятшылықтың ашылуы несі біздерде көп уақыт талап етеді. Көп бұқаралар содан наразы болады. Себебін айтып кететін болсақ, Атабек айтқандай, студенттер арасында арзан пул табу үшін пластик картаны базарда семішке сатқандай сатып отыр, қопал қылып айтқанда. Мәселен, күніне 5-6 ашып тастайды. Мәселен, банклер қазір акция қылады, бесплатно ашып, бірінші мәрте ашып жатқаным ғой, бесплатно 5 карта, 3 карта ашып береміз дейді. Оны пул есесіне. Енді бір мысал айтамын. Бәһар айында, 2025 жыл бәһар айында алысқа кетпей бұқараларға жақсы тәсір ету үшін реал апай тілде түсіндіруге әрекет етемін. Реал болған уақиға бұл нөкісте. 3 бұқараның пластик картасына 44 миллиард сом пул түсіп жатырды. 44 миллиард сом пул түсіп жатыр. Соның екеуі, біреуі Нөкіс мемлекеттік педагогика институты студенті, біреуі Қарақалпақ мемлекеттік университеті студенті, ал соның үшіншісі болатын болса, бұл экстренный больницада медбрат. Енді ол қалай болған? Олар үшеуі де бір-бірін танымайды, үшеуі үш жерде жүріп, тикарына олар контр ойнайтын болады, контрда сол жерде өздеріне бейтаныс болған орыс табиғат бір баламен танысып қалдым дейді, сол менің атыма пластик аша алмай жатқан, саған ашпасақ бола ма деп айтып жатырды. Мен пул тастай алмай жатқан, анаяқтан пул келу керек еді деп. Нәтижеде сондай үшеуін 3 уақытта әртүрлі балалар сондай пул алып кетіп, пластикін аштырып жатырды. Яғни қолына масын 100 мың, 200 мыңнан берген. Нәтижеде ұрлық пуллар 44 миллиард, үшеуін қосқанда 44 миллиард сом пул пластик карталарына айланып жатырды. Яғни оларға пул есесіне пластик карта аштырады, һәм де сол пластик картаға ол ақша салады. Период болады, ол криптовалютаға айланады. Һәм де ортада пластик ашырған адамдар жәбірленуші қап қояды ол жерде. Тикарына жаңағыдай студенттер, ансат пул табаман деп жүрген жас балалар, бұлардың жинаятлардың ашылмауына себепші болып жатырды біздерде. Соның үшін ата-аналардан мәселен балаларын қадағалап тұрса, ондай бір балалармен немен шұғылданып жатыр. Мақсат екен. Себебі жинаят кодексінің 28 статьясында көрсетілген. Жинаятты істегенмен бірге оған шарт жарият жаратқан адамнан жинаятшымен бірдей жауапкершілік тартылады деп көрсетілген. Студенттарға бір ілтимас етіп қалар едім. Ешқашан өзіне банкта барып, өзінің намына кредит карта ашып, мысалы банк карта ашып, шunu намалым шақсыға әржімеген пул евазini сатмас ілтимас етіп қалар едім. Себебі туырдан туры şu kiber jinoyatchiga sharoit yaratib bergan bo'ladi-da. Bu kiber jinoyatchiga nima uchun kerak? Noqonuniy, yuqorida aytib o'tgandek, noqonuniy topilgan pulni legallashtirish uchun kerak. Vaholanki oxirida уже bank karta ochib bergan odamning
башында таяқсынады жалғас айтып өткендей. яғни ұрлық болды. Ұрлық. Тазаға айландыру керек қой. Ұрлық болды. Мәселен, мен алдаушы болсам, Атабектен пулды ұрлап алған болсам, өзім пластигімді тастатып оны обналичить қылсам, мен сразу ұсталып қаламын. Тауып қаласың. Соның үшін оған не керек? Алдаушыларға ортада пулларды дәлдәлші керек. Ол дәлдәлші студентлер университетке барсаңыз солып жатыр. Осындай Өзбекстан һәм Қарақалпақстан Республикасы көлемінде кибер жинаятшылық пикқа шығып жатырған бір уақытта басқа елдерде қандай тәжірибелер сыналып жатырды? Салыстырып көргенсіз бе? Сапер тәжірибелер. Тәжірибе айтатын болсақ, біздің қызметкерлер har жылы шетел тәжірибелерін үйреніп қайтады. Har жылы 1-2 қызметкеріміз барып. Мәселен, өткен жылы біздерде және бір қызметкеріміз Түркия Республикасына барып қайтты. Мен өзім Корея Республикасына барып қайтқан болсам, Корея Республикасының ояқта қанегелерім, Түркия Республикасында қанегелерім бір гапты айтып жатырыпты. Кибер жинаятлардың алдын алудың ең оптимал, ең жақсы ұсылы бұл үгіт насихатлау. Яғни халық түсіну керек. Халық қашан өзі аңылы түрде әмме түсініп жетпегенше, сіздер бұл этаптан өте алмайсыз деп жатыр. Басқа ешқандай жол жоқ дейді. Себебі, рақақатына алып қарасақ, біздерде әзір мұржатларды анализ қылатын болсақ, взлом дейміз ғой, хаккер дейміз мысалы. Бұзып кіріп алу арқалы алып атаған жоқ. Яғни пластигімізді контактсыз түрде өздері беріп жатыр ма адамдардың? Өздері беріп жатыр. Разылығыменен. Пулды көбейтемен, я болмаса жаңағыдай вирус басып қалу арқалы беріп жатырды. Яғни үгіт насихатлау бұл бірден бір ең оптимал ұсыл екен. Сондай қылатылар бар. Мәселен, Түркия Республикасында кибер жинаятшылықтың алдын алу, мәселен, пластик кодлар беріп қоймау, жаңағы алданып қалмау бойынша балаларға мүрт-билім істеп шығылған. Har жылы тұрақты түрде істеп шығылады екен. Яғни бала уақытта мысалы оны тәрбиелеп тастайды. Кодты ешкімге бермеу керек. Және бір звонок банктен мен деп звонок етсе сенбеу керек. Мүрт-билім кішкентай анимационный көріністе. Яғни ол кішкентай неден тәрбиеланып келген адам, ол ертең жақсы эффект береді үлкейген кезінде. Мен сол жерде айтып өту керек. Біздерде де медиа орайы, мәселен, жеке меншік медиа қызметкерлері, мәселен, кино алып атқанларын көріп жатырмыз, қысқа метражды фильмдер алып атқан көріп жатырмыз. Іләжі болса, осындай кибер жинаятшылыққа байланысты киноларды, қысқа метражды фильмдерді алса, мәселен, Қазақстан Республикасында Мошенники деген кино шығарды. Көрдіңіз. Сондай мазмұнда неге біздердің, мен ойлаймын, біздердің медиа тарау өкілдері одан кемінде сондай алып шығарады, одан өткереді деп сенім білдіремін. Сондай мазмұндағы нелерді шығарса, жақсы халқымызға пайдасы тиген болар еді. Себебі азыр көпчілік айнан интернет тармақта күн өткіземіз біздер. Алдын телевизор көріп отырған болсақ, яш уақытымызда азыр көпчілік телефонда, интернетте, турдан туры күндәлік хаятымыз интернетке айланған біздердің. Шуның үшін айнан медиа тараптан тарғибат алынып барынса, яхшы эффект береді. Кейін және бір Telegram социалдық тармағында сондай бір алдаушылықтың түрі бар, файлдар келеді. Hem сол файлда бұл видеода сен тұрыпсаң, бір көр, ямаса сол файлда адамның ат фамилиясы, отчествосы тұрады. Мысалы, ондай файл маған келген Асатбек Айтбаев, Жеңісбаевич.apk ямаса PDF. Болса, мен ол адам танымаймын, ол контакт, мысалы, ұма бейтаныс адам да? Мағлұматларды қаяқтан біледі? Мағлұматларды қаяқтан біледі олар? Дұрыс сұрау болды. Бұл IT тарауында OSINT деп айтылады, яғни Open Source Intelligence, яғни ашық тармақлар арқылы анализдеу. Сол алдаушылар да біздерге атакаға hüjumге өтпестен алдын, олар біздерді толықтай анализ қылады. Яғни сіздің айтуға болады, сіздің социал тармағыңызда қойған номерлеріңіз, машин номерін қоясыз, дипломдарды қоясыз, басқа зат қоясыз. Бір ғана мысал, реал мысал айтамын. Мәселен, Шахнуз кеше сторисіңізге праваңызды қойдыңыз, права алғаныңызды. Көрдіңіз ба? Тайын мағлұмат. Шахнузда, мәселе ертең сізге ешкім гарантия бермейді. Ішкі істерден сіздің праваңыз бойынша бір проблема болып жатыпты, кодты айтып жібересіз ба? Сіз тайын мағлұмат. Тайын жемтік дейді не айтқанда. Керек пе сол? Ат фамилиям шығып тұрыпты деп айтпасам ба? Ат фамилияңыз, данилаңыз, туылған уақытыңыз, әмме зат тайын мағлұмат бар. Сол туылған уақытын жасыраман деп отырмын. Негіз ол мына басқа зат ойлап отырып қойып жібергенмін ғой. Кейін ақырына біреу жазып қалды. Сонда пәленші ба сізде деп. Ой, дедім сол кезде. Яғни біздің бұқараларымыздың өздерінің социал тармақына жайластырған қарқилы публикация историялары ямаса дипломаларды мақтанғысы келеді енді бәрі социал тармақ тикарынан өзінің нелерін жетістіктерін көрсету үшін ғой. Дипломаларды
соны біз жерде алдаушылар бұқаралардың өздеріне қарсы істетіп жатыр. демек сол жәмиеттілік улма публикада жүрген адамдар көбірек білу керек абайлы екен да, болу абайлы болу керек, керек болу екен. керек екен. Түсінікті. Біз білеміз, ендігіден былай сол кредитлерді онлайн тәрізде банк есабынан төлеп беру деген түсініктерде шығып жатырды. Бұл қалай болып жатыр? Арасында да хақиқатында да бұқаралардың арасында сондай түсінік жүріпті. Менің атыма бір онлайн кредит алынып кетсе, оны банк енді өзлері төлеп береді екен. Я болмаса менің пластик картамнан пұл тартып кетсе, оны банк өзі төлеп береді екен деген бір түсініктер жүріпті. Енді бұл қалай болып жатырды? Президентіміздің 2025 30 апрельдегі ПХ 153 салы қарары шыққан, сол информациялық технология тарауы бойынша. Сол жерде бір бәндінде көрсетіліп өтілген, яғни егер банк кибер қауіпсіздік қағидаларына бойсұнбаса, яғни кибер қауіпсіздік қағидаларына бойсұнбаған халда оның өзінің клиент тарифіне пластиктен пұл тартып кету халаты, я болмаса оның атына онлайн кредит рәсімдестіру жағдайы ұшырасқан жағдайда банктың өзі сол пұлдарды өзі қапылап береді деп көрсетілген. Яғни ол жерде кибер қауіпсіздік орайы Өзбекстан ішкі істер министрлігі кибер қауіпсіздік орайы тарапынан берілген ұсыныстар, яғни кибер қауіпсіздік талаптарына бойсұнбаған болса ғана банк сол кезде оны төлеп береді. Яғни өзінің программасында қандай да бір кемшілік болса. Енді адды қылып айтатын болсақ, банктың өзіне кибер хұжым болып, шу фуқара жәбірленіп қалса, яғни банктың өзінің қауіпсіздігіне бұзып кіріп, ана жөндеп жәбірленіп қалса, онда банктың айыбы білен болады да. Айып банк тарапынан, қателік банк тарапынан. Ол өзінің мұжазының қауіпсіздігін тәмінленмеген болады. Шында банк тарапынан төлеп, мысалы онлайн кредит болса, я мысалы қандайдыр ақша тартып кеткен болса, онда банк тарапынан төлеп беріледі. Лекін жоғарыда айтып отырған ұсулар білен, яғни социальный инженерия дейміз, АПК файлар, сақты трейдерлар, онлайн магазинлар баға. Егер фуқаралардың өзлері қолы білен АПК файл басып, одан 2 мәрте рұқсат сұрайды, ол рұқсаттан басқыштан өтіп толық тапсыратын болсақ, онда банк тарап жауапкар болмайды. Себебі фуқараның өзі, пайдаланушының өзі шу вирусты басып, кибер жинайтшыға жол ашып берген болады. Өзінің шақсы болады. Және онлайн кредит бойынша қосымша кетуге болады. Енді сондай тәртіп енгізілді. MyGo.uz порталы арқылы, мемлекеттік қызметлер орайында арқылы, я болмаса бұқара өзінің атына кредит алуды шектеп қою имканияты пайда болды. Ұсаттан пайдаланса бұқараларымыз жақсы болар еді. Бұның тәртібі қандай? Бұқара MyGo.uz порталы арқылы үйде отырып заявка берсе болады, яғни менің рұқсатымсыз кредит алынбасын. Яғни кредит тарихты көруді шектеп қояды ол жерде. Нәтижеде орайлық банк тарапынан кредит алуды шектеп қойғанлары реестрі шөркемлестіреді. Кейіннен жаңағыдай алдаушылық жинаяты болып, я болмаса сол мошенниктер дейміз, сол бұқараның телефон құрылмасын қолға кіртіп, вирус арқылы болсын, басқа зат арқылы қолға кіртіп, оның атынан онлайн заявка береді, ол мәселен онлайн кредит алуға заявка берген жағдайда, һәм сол жерде банк оған кредит беріп жіберсе егер, банктың өзі жауапкер болады ол жерде. Себебі банк ендігі жағында онлайн кредит беруде, онлайн кредит берместен алдын сол бұқараның кредит тарихын көруді, жаңағыдай кредитті шектеп қойғанлар реестрында бар ма жоқ па тексеріп алу керек. Егер сол жерде бар болса, оған кредит беруге хақысы жоқ банк. Разылығын алу керек. Разылығын алу керек, болмаса өзі шешу керек бұқараның өзі ол. Портал арқылы және. Егер сол жерде тексерместен тұрып беріп жіберген жағдайда ол кезде банктың жауапкершілік мәселесі көріп шығылады. Соның үшін бұқараларға осы қызметтен пайдаланып қою ұсыныс етіледі. Қайсыdır мәнісі айтқанда өзін-өзі қамсыздандыру. Өзін-өзі қамсыздандыру. Түсінікті. Қолбасы айтқанда жайдары дейді өзбек тілінде, жайдары тілде айтқанда, жалпақ тілде айтқанда ешкімнің кредитінің құрдан құрға төлеп бермейді. Үйде отырып құрдан құр ақша таумайды, кино көріп, олма тек харекетпен ақша тауса болатынын түсініп жететін шығар. Мына подкасттан кейін халқымыз. Ағалар, бағана сан басылмастан сізді суретке түсіріп алдық, өзіңіз көрдіңіз, һәм де бізде дәстүр бар, артыңызда көріп тұрғандай досымыз бар. Осы жерге подкастымызға мейман болып келген insanlar естелік болып бізде қалады. Суретіңіздің астына өзіңіздің ұраныңыз болады, пікіріңіз, тілектеріңіз болуы мүмкін. Соларды жазып қалдырсаңыз болады. Азизлер, тамашалап отырғаныңыз орта подкаст. Бүгінгі подкастымыз сіздер үшін жүдә бір пайдалы, кереклі болды деп ойлаймын, солай емес пе?
Әлбетте, бұл подкаст арқылы кішігірім болса да бір өзіңізге кибер қауіпсіздік, алдаушылық бойынша бір білім алдыңыз деп ойлаймыз. Әлбетте, сізге ұнаған пікірлер болса, мағлұматлар, я болмаса сіздерге хақиқатында да керек болған, мына ситуация менде болып еді ғой деген пікірлер өткен болса, сізде комментарияда жазып қалдырың. Біз әлбетте оны оқимыз. Әлбетте, осы орында меймандарымызға да өз minnettarchiligimizni білдіреміз. Жалғасыға, Атабекға. Сізге рахмет. Сізге рахмет, сондай халықты қинап жатқан мақалаларды шығаруда үлкен жәрдем бергеніңіз үшін. Қазір заманымыз рожланғалы сәрі aynan kiber jinoyatchilar ham joyida turgani yo'q, shuning uchun hammani bir ogohlikqa chaqirib, shu nima deydi, o'zimizni qo'rg'ab ogoh bo'laylik. Albatta. Ogohlik davr talabi deydi u. Albatta. Sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Ko'rib o'tirgan tomoshaga siz de o'z oltin vaqtingizni ajratib bizni ko'rganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu podkast orqali bilim olgan bo'lsangiz, biz basimiz osmonga yetadi. Videoni ko'ring, like bosing, kommentariy albatta qoldiring, kanalga podpisatsiya etishni unutmang. Hammaga rahmat. Rahmat, ko'rishguncha.